Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мен Назерке әдеттегідей өзімнің асханамда сіздермен дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Бүгін мен карась балығының уылдырығынан, яғни мөңке балығының уылдырығынан өте дәмді көтерілген котлет жасайтын боламын. Ал ендеше бастайық. Бізге керекті заттар 300 грамдай балық уылдырығы, 2 жұмыртқа, 1 пияз, тұз, бұрыш және қуыруға азғантай ғана май керек болады. Алдымен уылдырығымызға 2 жұмыртқамызды жарып саламыз. Пиязды пышақтың көмегімен уақтап турап аламыз. Уылдырығымыздың үстіне уақтап туралған пиязымызды саламыз және 1 шай қасық тұзымызды саламыз. Бұрышымызды дәміне қарай салып, тұстап тұрып араластырамыз. Араласып болғаннан кейін үстіне 4 ас қасық ұнымызды салып, тағы да араластыратын боламыз. Біздің массымыз қою болып шығуы керек. Міне біздің массымыз дайын болды. Осындай қою массы шығуы керек. Табамызды отқа қойып, ішіне 1 ас қасықтай күнбағыс майын құйып, қызғаннан кейін осылай қасықтың көмегімен массымызды құйып бастаймыз. Шамамен 1-2 минуттай тұрады. Асты қызарғаннан кейін екінші жаққа ауыстыратын боламыз. Қызарып беткі жағына астының қызарғаны көрінгеннен кейін екінші жаққа осылай шанышқының көмегімен ауыстыратын боламыз. Екінші жаққа ауысқаннан кейін де 2 минуттай толықтай піскенше тұратын болады. Міне біздің котлеттеріміз пісті. Осындай қызыл болып шығуы керек. Екі жағы да қызарып, ортасы піскеннен кейін барып аласыз. Сол әдетпен қайттан қайталап осылай салатын боламыз. Егер де астындағы майы бітіп қалған болатын болса, құттай 1 қасықпен құттайдан сала отырып қорып алыңыз. Көп май құятын болсаңыз, онда майлы болып кетуі мүмкін. Егер өзіңіз қаласаңыз, май құйсаңыз болады. Бірақ мен азғантай ғана май құя отырып осылай пісіріп алдым. Міне осы әдіспен бүкіл котлеттерімізді пісіріп алатын боламыз. Міне достар, біздің котлеттеріміз дайын болды. Балықтан өте дәмді котлеттер шығады. Осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Менің видеом сіздерге ұнаса, менің каналыма подписаться етіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Әлі талай рецепттермен бөлісетін боламын. Менің каналымды қолдап кетіңіздер. Рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.